Kia Rio istемейді мынау смарт ключ. Құлттап и ашпайды. Так, предохранительдерін тексердік. Предохранительдер нормальный. Смарт ключтің блогын тексереміз. Питание кеп тұр ма? Осының өзі кетеді. Так, ненің блогы, смарт ключтің блогы мына жақтағы емес екен. Ол бағана көрсеткенім ол смарт ключтің блогы емес екен. BCM блог. Міне жаңағы смарт ключтің блогы мынау. Қазір осыдағы питанияларын тексерем. Полный распиновкасы бар. Мынаған плюс келу керек. Қара проводқа масса келу керек. Бәрі списогі бар, қайсына не келу керек деген соны тексереміз. Так, плюстарын тексерейік. Плюс бар. Үшінші проводқа масса келу керек. Так, масса бар. Маған тоже плюс келу керек. Плюс бар. Так, смарт ключ қолымда тұр, мынаны басам кез. Ана жақта басқан кезде несі ойнап отыр. Мына жақтан барып тұр, ар жаққа значит. Енді ар жақты көреміз. Тағы да мынау жаңағы центральный замокпен іштен управлять ететін кнопка істемейді. Постоянно істеу керек бұл. Тек зажигание ашқанда ғана істейді. Зажигание ашайық. Зажигание ашқанда ғана істейді. Осы жағы қызық болып тұр бұның. Осы жағында да бір проблема бар сияқты, осы центральный замогымен қатысты. Қазір соны көреміз, тексеріп. Жаңағы зажигание ашқанда ғана істеп жатыр. Сол постоянный плюс жоқ сияқты. Body контроль модуль міне. Жаңағы келетін плюстары, минустары. Мен мынау қарағанымда плюс келмеген болған. Мынау неге плюс келмеген? Мынау контактіге. Мен біреуін қарағанымда плюс келмеген болған. Бұл міне. Мынау неге? Постоянно плюс. Рум деген неден предохранительден плюс келу керек, 10 ампер. Осыны көреміз, осыдан болу керек. Бүкіл проблеманың бәрі. Так, рум деген предохранитель мына жерде болады, 10 ампер орында жоқ. Қазір оны саламыз. Міне. Сонымен неше аласы деу керек. Мен 10 ампер предохранитель алып келдім қазір. Салайық. Бір нәрселер уже маркат етіп жатыр. Так, қаяқтан екіншісі. Так, мынаны салайық. Міне, зажигание ашылмай істеді. Қазір енді көрейік. Ойбай екен. Можно істеді. Все, болды, істеді. Кияның проблемасы шешілді. Проблемасы жаңағы смарт ключін істемей тұрғаны, блок управление кузовтың постоянный плюс болмай тұрған предохранительдің орнына салмапты. Өзі кеше мынау нені жалғағам деген, мынау нені регистраторды, сол кезде регистраторды күйдіріп алдым деді. Регистраторды күйдіріп, сонымен анау предохранительді күйдірген. Басқа предохранительді күйдіріп алған. Сөйткенде жаңағы сарымен қоршалып тұрған предохранительді запасной предохранитель деп ойлап, содан алып күйген орнына салған. Содан кейін жаңағы істемей қалған ғой. Пультпен жалмай қалған есіктері, кілттенбей қалған.
предохранительдердің бәрін қайттан басынан тексеріп шыққан. Бірақ жаңағы сарымен қоршалып тұрғандарды сол не деп ойлай берген ғой ол бала, запасной деп. Сөйткенде біреу бос тұрғандығы мән бермеген ғой. Негізі ол роль ойнап тұрған предохранитель.